Аңсар Қасымжан AFC Eagle Fight ұшылар сіздердің тұқ графикаңыздарда болады. Бұл үшін болсын қай үрде 2-3 раундқа өнер көрсетеді. Әбгені қарсыластың мерзімінен бұрын қол жеткізіп жанкүйерлер спортшылар енді 25 минут бойы шайқасамын деп іштегі әрине саты да жоспары да әрине жойқын соққы бір ғана әдіс шығар. Ол ашық айқасқа екі спортшы да дайын. Тізерлеп барып қарсыласты біраздан кейін жасай алатынын көріп отырмыз. Бар қауіпті ұйымдастыруға болады. Шын өнер көрсеткен саламат избаласа қажет болмайтын шығар. Тіземен соққы жасау әділ әдіспен спортшылар бір-біріне деген әрекеттерге есіме танылған Т-34 спортшы. Мен осындай бір ластау өнер көрсетіп, елден төмен оңы да солы бар дейміз. Еңбеков жекпе-жегімен қоса Санжар Адилов, Гардинов арасындағы тартысты аса күтіп жүр тұрғанда анық етіп алды. Және осы жерден шабуылдарды өрбіту қажет емес. Қасымжанов үшін тағы да соққы, тағы да тәсілдерін меңгергендің көріп таласып жатқан жайы бар. Бірінші раундтың алайда сауатты қорғана білді. Дауынға өтіп жаудыртама Аңсар Қасымжан әлейді. Түк тұрып. Жақсы. Қарсыластың жақтысынан да бірнеше соққысын дәлді артты. Қылқындыру әдісінде жасап көреді. Қасымжанов деген Жиенбеков. Екі спортшы да қазір жерде 5 раунд күтіп тұр, оларды 5 минуттан сол себепті де көп ққан жоқ. Бар. Қасымжановтың комбинациялары жойқын. Бірнеше соққы жасайды, артынша шабуылға тіземен нүкте қояды. Бұл қауіпті, құрметті көрермендер. Жиенбековтың тағы да аяққа қарай өтіп жатыр. Тақпен немесе спортшылар көп көре қойған жоқпыз. Бұған дейін Алматы турнирде жуықтаған өткен бір турнирді сальтолар кеші деген бір бақ өкілдері табыстайды және көз жасына ерік берген